Соңында баласына күйеуге шықса. Бай таппай. Зүлпия. Илмазға ұқсайтын бұл өсіп. Зүлпия. Зулейха үйленіп алса. Өз баласын танымаймын, айтпайды. Уже 9 жасынан бастап баласына мұрт жапсырса. Дайындап. Мамасына күйеуге шығуға. Құдай сақтасын. Апамның отсын бар аяғын. Кетшен, соң бәрін көрсетесің. Көрсетейді да қырсын. Аяғын орап отыр. Қалай арықтап еді, тоңатын болып жүр. Бұрын семіз кезінде ыстықтайтын еді дейді. Ашындаршы. Енді арықтап еді енді. Тоңып жүр. Үрлесең жауырап қалған. Майдың орнына жауып отқаны ғой. Сылынып қалған майдың орнына жауып. Мына қызға бәрі майкымен отса да ыстықтап отыра береді. Бұдай горох саған күш жарасады екен, жасыл көйлек. Жасыл. Жылтыр көйлек те. Горох көйлек тал кет. Мен жазып жіберейік соңғы беті. Жазып жіберейік, қызық болсын. Хакан, Құдай үшін жалғыз жүрмеш. Қамыранның не істейтінін кім білсін? Мен қарабасымды ойындамаймын, Әбділқадыр. Бар болған Зүлейха мен балаларды ойлаймын. Зүлейханың соңына адам салып қойсаңшы. Күзетші соңынан аңдып жүрсін. Білмеймін, байқаса ештеңе істей алмаймын. Қымбат. Ақша жоқ десең. Байқаса ештеңе істей алмаймын. Яғни түсіндіре алмаймын. Онда жасырын аңдысын, көзге түспесін. Болмайды, Әбділқадыр, ол да қауіпті. Өміріне қауіп төніп тұрғанын білсе, қорқуы мүмкін. Болмайды. Ол да рас. Бірақ менде басқа ой жоқ досым. Менде бар. Бірақ шешім бар. Оны құрту керек. Басқа шешім жоқ. Онда уайымдама досым. Қай жерде жасырынып жатса да, оңбаған тауып аламыз. Давай. Ізде. Мен отыра тұрайын. Ау? Нет, не выкидывал. Я лучше тебя выкину, чем страницу. Кетті. Не болды? Мына түрлерің не? Жұмысшылар қайда? Мырза, үлкен ханым... Үлкен ханымы несі? Айт! Үлкен ханым қостағы жұмысшыларға чола ешкімге ештеңе төлемейді деп айтты. Ешкім келмеді. Келмегендер аздай арақымдыр, сақып жабалдар бар бәрі. Чола ешкімге ештеңе төлемейді деп айтты. Ешкім келмеді. Келмегендер аздай өзімізді сабап жіберді, мырза. Оған қоса артымыздан тас лақтырды. Прикинь. Келмегендер аздай артымыздан тас лақтырды, мырза. Иә, сайтанға тас атқандай аямай атқылады. Ешкім келмеді. Келмегендер аздай өзімізді сабап жіберді, мырза. Оған қоса артымыздан тас лақтырды. Сайтанға тас атқандай аямай атқылады, мырза. Ей, сендер не айтып тұрсыңдар? Қандай ертегі айтып тұрсыңдар? Бәрі рас, мырза. Түрімізге қарасаңшы. Ант етейін, рас айтып тұрмыз. Онда аз сабаған екен. Аз. Онда аз сабаған екен. Аз сендерге. Жақсылап тұрып сазайларыңды беру керек еді. Аз сабаған екен. Бір істі тындыра алмадыңдар. Қолдарыңнан не келеді өзі, а? Ары қарай барыңдар. Барлық жеміс сендер жинайсыңдар. Тез, біздің тауарды күтіп отыр. Тездетіңдер. Қарап тұрмаңдар. Тез ғана. Бос тұрма, қап. Қап, үлкен ханым, қап. Істеген істерің үшін ақымды алмасам, Хашмет Чолак атым өшсін. Атым өшкір. Қайыршымның жалғанында. Күн сәулесі аққанында. Ау, созайын ба? Қап, үлкен ханым. Қап, бәлем, істеген істерің үшін ақымды алмасам,
Хашмет Чолак атым өшсін. Атым Хашмет болады Чолакстаннан. Келіп тұрым жігіт сұлтанына деп. Таныстырып кетсеңіз. Әй, мына жат мекен тағы да 16 сериясы кеп тұр ғой, қайыршай. Бітіреміз ба дегенде. Ертең ұлың туса Чолак деп қойшы. Чолак Әлішерұлы. Фамилиялар қандай? Жүнісоғлы Чолак Әлішерұлы деп қой. Сосын балаң келгенде төрем деп жүреміз. Чолак төре деп. Хашмет деп қой. Әлима? Әлимаға қысет етер. Бар. Әлима саған келіп бәрі. Не болды? Қазір 1 минут еңміріш. 20 жазамыз или что? Тықырлатам қазір, татыр. А? 20 ашында. Сен дорожкаңда оқып отыр екенсің ғой. Жоқ, оққан жоқпын. Арғы жалғастырамыз деп тұр. Апа, 420. Апа, 420 дайын ба? Бағана заказ беріп қойдық қой, апа. Не істеп жүрсің? Кипятогға кетпесе, маған да шай құйып кетпе. Екеумізге Подноспен келейін ба? Подноспен кел, сосын алдыңа подъемник жауып кел. көк шай бірақ қызыл. Сосын қолыңа блокнотпен ручкамен кел. Ұмытып қаласың қазір заказды. Татыш. Анда жерде тек қана көк шай. Содан Қайталап тұрайын ба? Не бар бізге? Кәмпиттер, бұл қазалының кәмпиті бітпейді екен сенде. Андай, не ма соратын кәмпит емес андай, өткенде жиып қалып едім, андай қытырлап істесең сынып қалып жатыр. Яғни қандай? Жалап қайттан тықтым ма? Неге кішкентай? Анау жуан емес. Жоқ шыры. Алима мені құдай берса. Сен де жақпайсың. Алима ертең роддомға кетің киім неге киіп барасың сен жұмысқа? Шығарда не киесің? Ертең не киесің шығарда? Алима қазір 118 кило. 118 кило. 118. Қанша килоны қосып жүрсің? Şu жерде ашылған жаңағын ашкенмен. Барда көрсетіп шайды құйып берді, сосын отырсай. Қайттан орау керек. Аяғына орап кемпірлер сияқты, орыстың кемпірлері ше. Қызымен тұратын ше. Баласы кетіп қалған шетелге. Сізге қандай ше? Оған да көк шай. Маған бар, не бар, соны берейін де құрсын. Мен таңдап отыратын уақыт жоқ қара. Қазалының кәмпиттері күшті ғой, баяғы Совет үкіметтің кәмпиттері сияқты. Еще бұлар ғой, қазалда ғана шығады. Тек қазалда шығады. Десең де ақшасына таппайсың. Аман, сен босанып ал дейді Алима. Рахмет айтқаныңыз рахмет. Күтіп отырмыз бәріміз Алиманың баласын кәдімгідей. Айту, бала келсе, кішкентай балаларды оқытамыз зато. Эфир сақтайын ба, несін сақтайын? Қостанай айтпақшы 8 июльде боламыз. Қостанайда. Келмей қойыңдар. Қостанай жди меня. Дымызы жоқ. Киномыз шықты Ивидан. Біреу ютубқа салып қойыпты, бізден рұқсат сұрамай. Соны ертең сотқа беріп жатырмыз уже. Жігіттер. Қиындау. Не ма? Еще бірге көрейік деген канал екен еще салып қойған. Өйтісіге ұмайма негізі. Қайратпен тұрып, Эльмирамен ұйықтаймыз дейді. Әй, Эльмира сенің жұрттар ұйықтап жатыр. Спокойной ночи, сын. Вот она наша особа. Сәлем беріпті. Амансыздар ма дедім? Қалайсыздар? Свали. Вот она моя душа, жизнь моя. Ей, құрғырдар. Свали. Ешқандай свали емес, басымды қатырма. Паш. Өзің свали. Не етсің? Жейтін не бар айтпақшы? Қырын жейтін бірдеңе. Вон этот, бауырсаки были. Қайда бауырсақтар? Сенен дым қалмаған шығар? Бар кет, ағаңа бауырсақ алып кел. Свали. Бар, ағаңа жүгіріп бар да, бауырсақ алып кел. Разбежалась. Ага. Споттыкнулась ты. Ага. И принесла еще раз. Шай не болып бітті. Нұрсұлтан! Он сам ушел чай пить. Кәмпит бітіп қатын болған? Да. Үйіңе қашан шақырасың бізді?
Когда Бітті ма куплю ремонтың? большой стол, когда куплю мебель, на полу сидеть будете? А что, кушать келген жоқсыңдар ма үйлеріңе? Почему мы же дома? Мен қайтып. На одном диване и на матрасах спим. Пока что. Кетші. Қайтадан Сен жерге қайтадан. жататын шығарсың енді, иә? Ана бұны Нет, қырық конечно. тоғыздар. Өзім барлық көмесем болмақ. Батыш. Может, ол завар. Вторник күні бауырсақ пісіріп алып А келген бар. посты ты раньше нас переехал. Когда в гости позовешь? Куда? Мен қаққа шығамын қуықтай үйге. Да пофиг. 55 квадратқа. Пофиг. У меня еще меньше. Жа енді мен 46 өзімнің нәлемді квадратов көрсеттім ғой енді. 46 квадратов. Сен екі үйіңді де көрсеткен жоқсың. Көрсеттім. Қой, кет. Көрсеттім. Шайдан. Когда тебя не было, нечего было шляться где попало. Қайттан шақыр. Қайттан шақыр. С чего бы? Особенный, что Шай ли? беруге ернесің ба? Особенных не бывает, свали. Ши. Мыйсыз дейді, мыйсыз. Сен ба? Сен мыйсызсың. Миссис дейді, миссис. Но сен бәрі де мыйсызсың. Мақпасың. Не, не маған ба шай? Иә. Тошы шай ма құрсын? Ана өзгерсін екен. Давай, бастай. Сен маған өзің арықта деп алып, енді маған бауырсақ беріп отырсың ба сонда? Күндіз жесейші, кешке жемейсің ғой. Артама. Күндіз бауырсақ жеуге болма? Алттан кейін жеймін. Алттан кейін Кешке ба? жақын жемейші. Рад. Тебе все равно никакая диета не поможет. Қой кет басында тұрма сен нема. Ана өзі арықтай алмайтын боласың. Көре алмайды, арықтайтындарды ше. Миың дұрайым сен. Ай! Ладно, Шошына. шутки шутками кет. Бір минут. 3 болды 3 сағат. Сол айтам, жап-жасыл киім киіп алып, Мара мен Еркебұланның диванынан шыға алмай жүрме дейді сені. Күшті Эльмирана барса қайдың алдында? Ha? Қазақстан жиналысы. Алдын барсақ сияқты күшті. Жесін ба? Әліма жейсің ба? Жоқ. Неге? Мен бағана жеймін. Саған екі есе жеу керек қой, ішінде балаң бар ғой. Өзіңе лагман, балаңа плов жешеш. Өзіңе фанта іште, балаңа көк шай іш. Кеше мен қарап отырмын, сен кофе ішіп отырсың. Саған вообще кофе ішуге болмайды ғой, аяғы ауыр адам ғой, кофе ішуге болмайды ғой. Неге? Білмейді, кофе ішуге болмайды дейтін. Жоқ, мен ішуге болады, менде давление низкое. Врачтың өзі біледі. Күніне бір рет қана кофе ішу. А пивін неге ішіп жүрсің? Пив ішіп аяғы ауыр ғой. Давление ма керек дейді. Жеріктікте пиво ішетіндер бар екен ғой. Бар екен, иә. Сен араққа жерік емессің ба? Жоқ, ондай. Қалай ұмытып кеттіңіз деді. Темекін қойып кеттің, иә? Тартпай ма? Тартпай. Иә, закодировали. Бәріміз алқаш, темекі шеткіш. Андай, сен күшті да, переносить етіледі да, аяғы ауырлық кезінде айтам да. А біреулер арсылдап, дейтін еді, сен спокойно кәдімгі. Жүгіріп барып, жүгіріп түсіресің ғой лестницадан. Молодец. Көз тимейсің. Көз тимесін. Ертең, Эльмира, Алима туса не істейміз? Алима үйден жазады? Қалай жазады үйден? Вот так. Соткымен? Дурак, что ли, аппаратурамен жұмысың ба? Үйде аппараттармен ешен, да? Жоқ, енді Чувак, какие твои проблемы? Успокойся. Мен семен сөйлесіп жатырмын ба? Свое главное читай. Мен семен сөйлесіп жатырмын ба? Мен адамдармен сөйлесіп жатырмын. Ты спросил, қалай Мен семен оқиды? сөйлеспеймін вообще. Қалай оқиды? Мен семен вообще сөйлеспеймін. Ответила. Эй, как көгереді анау сөз? И что? Қуады екен ол. Апаста. Кетіге жазайықшы, болшы құтылайықшы мынадан. Иә. Кет. Екеуміз енді Ғафур мен Рашид сияқты тамаққа тоймайды екенбіз. Тем более екеуміз жасаймыз. Не арып отырсың, маған ғашық болып отырсың ба? Басың кетіп отыр ма? Дайын отырмын кешеден бері. Кетті ғой. Бұл үйленді ма деп сұрамаңдар. Үйленбейді пока. Новый машина алған жоқ, үйленбейді. Мен адамдармен сөйлескен кезде сен кіріспе. Мен адамдармен сөйлесіп жатырмын ғой. Эльмира семіріпті деп жазып жатыр. Қашан арықтап еді ол? Просто мен бір кездері программамен қосып жүрдім ғой видеоны. Сөйтіп көрініп қалған шығар.
Болды, кетті. Ал, бісміллә. Рашид, нанға қол созып жіберші. Мә, ал. Әй, оны емес, нанды айтам, нан. Мә, ал, нан. Сарғалдағым, құдай ақыл. Сарғалдағы бар екен. Сарғалдағым, құдай ақыл. Мынаған нан берші, әйтпесе мен жеп қоятын түрі бар. Берші. Менің қолым. Менің қанша қолым бар еді. Менің қолым емес десем. Бибатиманың қолы, мә, ал десе. Не, қолым жоқ десе. Емшілердің сөзі бар еді ғой, менің қолым емес. Бибатиманың қолы. Менің қанша қолым бар деп ең, тұрда өзің ал. Сарғалдағым, неге айғайлайсың сонша? Мен сонша не дедім? Жарайды, мен берермін. Іште Хакам мырза үлкен ханым тамақ күтіп отыр. Сәл шыдаңдар. Екі аяғымды бір етікке тықтыңдар ғой. Жебір әпке ана салатқа лимон қостың ба? Жоқ, қиын болмаса қосасың ба? Өтінем. Я Аллам. Қайтейік жаным, қарнымыз ашты ғой. Болды, көп сөйлеме. Жап шаузыңды. Сөйлеме. Жап шаузыңды. Неге сөз қайтара бересің? Мен сонша не деп қойдым? Тілің сала құлаш болып кеткен екен. Ол неге сарлата бересің? Нан беріп жіберші деп. Десем, де содан сұрайсың. Ол неге сарлата бересің? Нан беріп жіберші десем де содан сұрайсың. Алма, Ғафур. Алма, Ғафур. Рахмет, Жебіре. Ас болсын. Қызым, сен тамағын жемепсің ғой. Мен сен секілді тез жемеймін ғой, әке. Мына олай деді. Наның же. Жедім, тойдым. Әке, үйге барайық. Математикадан үй тапсырмам бар. Математикадан үй тапсырмаң бүгін бе? Жарайды, қызым. Жүр, үй тапсырмаңды орындайық. Жебіре, мына қыздың зейін ашылсын. Қазір математикадан үй тапсырмасын орындаймыз. Бізге тәтті берші, кетерді ала кетейік. Тәтті жоқ. Ғафур, үлкен ханым жемейін деді, сол үшін дайындамадық. Бірақ сендердің жегілерін келсе, мен тез дайындап жіберейін. Жоқ, керек жоқ. Үйде жеміс бар. Қызыма қабығын ашып берем. Алманың қабығын ашып берші, әке. Алманың қабығын ашып берем. Қып-қызыл алма бар үйде. Онсыз да бәрі жақында шіріп кетеді. Сол үшін қабықтарын жақсылап ашып берейін. Сабақ оқып отырғанда жерме жарай ма? Жарайды. Ғафур, бауырым, қайда барасың? Отыр. Рашид екем деп ойлап қалдым. Ғафур, бауырым, қайда барасың? Отырсаңшы. Қазір менің Жебіре әпкем 2 минутта тәттінің кез келген түрін дайындайды. Рас айтам. Отыр. Керек жоқ. Ят ғой. Оның несі аяп? 2-ақ минутта дайындайды ғой. Аяп. Аяп болып кетті. Оның несі айып, бауырым? 2-ақ минутта дайындайды ғой. Үйде алма бар деймін, ой Аллай, неге қылқылдап. Бір алманы, бір нанды езіп отыра де осылай ашамай. Жеріп кеттік мына дым қызық жоқ, қайыршы. 2 минут болды, бір алма тұрып. Бір алмамен нанды ұрып отырмыз, құдай. Қазір осында алманы неге ашып бермедің деп, қазір соны Зулейха сөйлейді, сөже тұрып. Лүтфе келеді, қойш, алманы ашып бермеген ба, ятай деп, ол сөйлейді. Қайыршылар. Жылағым келеді татау шашуланғаннан ше. Деп, есек құсап ақырғым келеді. Жайлауға Это крик души, видишь? Крик души, не говори. Нервный тик. Сабыр. 16 серия жазамыз. 16 серия деген қайырша 32 сағат қой. 16 серия жазамыз, бітеді. Ne? Сенің кесірің осы ғой, қонығып осыны алдың, 4-ші сезон алайық деп. Ты закупаешься. Вообще подвалда отырмайтын емді. Жевре кім? Мен ғой. Болшы тез оқыш әлемі. Тез оқыш. 16 біткенше өзімізде бір жақты болатын шығармыз. Аха.
Үйде алма бар деймін, ой Аллай. Неге қылқылдап қоймайсың? Алмалар шіріп кетеді деймін. Қабығын аршып жерміз. Әкелі қызды екеуің тап-таза үйлеріне барып отырыңдар. Үйлеріңді жинап едім, Ғафур, қара. Ғафур, қолымды қараш. Қалай тырысып қалғанын көрдің бе, Ғафур? Иә, жаман болып кетіпті. Қолың дерт көрмесін. Қолың дерт көрмесін, Жевре. Әлгі Шермен мен қызы бар ғой. Не деген салақ адамдар еді. Үйдің ішін бар ғой, ат қорағып тастапты. Жевре әпке, сол Шермен деген қатын мен қызы бар ғой, шынымен салақ адамдар. Рас айтам. Тура таза өзек шығып айттыңыз. Әдемі ет тұрыз. Жевре әпке, сол Шермен деген қатын мен қызы бар ғой, шынымен салақ қатындар екеуі, рас айтам. Шошқа ұқсап. Жевре әпке, сол Шермен деген қатын мен қызы бар ғой, шынымен салақ қатындар екен. Рас айтам. Рашид, үйдің ішін көрсең ғой. Жатқан төсектері бір жақта ішкен жегендерінен қалған қалдықтарында жан жаққа шашып тастапты. Үйдің ішін желдетуді де білмепті. Ол туралы сөз етіп отырған жоқ. Лас болғанды да айтпа, үйдің іші шаң тозаңнан көрінбейді. Дереу білек сыбанып кірістім. Бұрыш-бұрыш, қуыс-құлтық. Енді мыналардың салақтығы туралы айтайын деп тұр ғой, екі бет, иә? Қолтығы туралы айтайын. Абыройдан айырды мына кені қайыр. Қуыс-құлтық па негізі? Қос-құлтық па? Қос-құлтық па? Қолтық. Қолтыққа жиналмай ма шаңдар? Бұрыш-бұрыш, қуыс-құлтық, еш жерді қалдырмай тазаладым. Алаңсыз тұра берулеріне болады. Жақсылап жинап қойдым. Алла разы болсын. Жүр болсын. Жүр. Ал. Астарың дәмді болсын. Ас болсын. Жүре ғой. Айттым ғой саған. Жарайды. Кеттік. Қайда? Білмеймін. Отыр қол. Не ал дейді, айттым ғой жарайды деп. Нені айтып отыр? Жақсы. Болды, айттым ғой, жарайды болды. Жетер апа, жетер болды, қойшы. Лақаптың сорпасын сонша дайындадым ғой. Сорпаны бабына келтіріп жасаңдар деп, бір емес мың рет ескертті. Қиярды да жіңішкелеп тұраңдар деді. Ал сен қызанақты бұлай ірігіп тұрапсың, болмайды. Апа, сен кәдімгідей беріліп кеттің. Немене жындының айтқанның бәрі мүлтіксіз орындауға міндеттіміз бе? Міндеттіміз, қарағым, міндеттіміз. Не істейік? Көшеге қонайық па? Есің дұрыс па? Айтқанын екі етпеуіміз керек. Осының бәрі Зüleyxa деген зымиянның кесірі. Зüleyxаны қоятыр, одан да тезірек салатты бітір, қазір келеді. Тездет. Қане? Сайтанның сөзін ерсем, бір құты жанармайды алып, Зüleyxa отырғанда жеке жайға ал. Еще қолың не? Кәдімгі өліктің қолы ұқсап. Салқын ғой? Солғай жор. Неге? Бекер арықтаған екенсің сен вообще. Жып-жық қауып қаласың ғой сонда. Жып-жық қауып қаласың ғой. Я. Қайттан себір онда ертең. Азында шар болып келем. Так. Кеттік. Зüleyxаның отырған жеріне жеке жайға от қояр еді. Не болып кетті? Зüleyxa отырған жеке жайға от қояр еді. Қандай жақсы, сапа деген сияқты болды сен. Біздікі, өзіміздікі, өндірістікі. Сапа деп тұрсың енді. Не салаң? Оны қайдан тауып алдың? Кеттік. 1 миллион адам дауыс берді дейді ғой, кеше радиодан айтсам. Кеш. Референдумға 1 миллион адам дауыс берді. Қуанады ғой енді. Жоқ, ана миллионды айтқан. 1 миллион дей ме? Кетті. Зüleyxаға отырғанда құдайдан жетсін, не болды? Зüleyxаға жеке жайға. Аха.
Зүлейха отырғанда жеке жайға от қояр едім. Анада сыпамлиш. Әлима өзің оқисашы құрсын. Мынау бүгін болмайды. Ылжырақтап. Екі ауызды сөзін қоса алмай. Не түлен тұртып отыр сені? Сен ғой. Жинал. Сен ғой каждый сөзіме қарап. Надан кейін мен майында кеттім ғой. Сойтам. От қоятындай ұқсап сеніп кеттік. Әпедем оқимын, сен құртасың бәрін. Қой, кет басымда. Бақа бекеуін әбден ит қолдау. Өшін алды. Зүлейха отырғанда жеке жайға от қояр едім. Зүлейха отырғанда жеке жайға от қояр едім. Сөйтіп жазып қойған? Дұрыс қой. Зүлейха отырған жеке жайға от қояр едім шығарында. Отырғанда Эльмира, қоя қойш болды. Нормально, кеттік ал. Ал кеттік. Зүлейха отырған жеке жайға от қояр едім. Бетіл, Шермин, мен келдім. Бәрі астай мен келдім деп әндетіп қояды. Жынданатын шығармын. Алла маған сабыр берші. Міне, бітті. Hoş geldin Vahap. Hoş gördük, hoş gördük. Hoş gördük. Şimdi желаем Sultan. Vahap'ın dostu sağ olasın da. Ақша беремін де. Ақшаны берем. Мен сізге берейін. 500 теңгесін өзім берейін. Кеттік ал. Hoş geldin Vahap. Hoş gördük, hoş gördük. Тамақ қайда? Үстел әлі дайын емес қой. Дайын, бәрі дайын. Қазір сорпаны қоямыз. Жоқ, бұлай болмайды, Шермин ханым. Мен үйге келгенде дастархан дайын болатын болсын. Оқтыңдар ма? Қане? Қане тездетіңдер, қане? Жарайды, уайымдама, біз қазір бәрін дайындаймыз. Қане Бетілжан, жүгір күрішті әкел. Қане Бетіл? Қане бол, тездет. Жарайсыңдар. Айтқандарының бәрін дайындадық. Сорпа, сосын кабап, күріш. Бәрі сен айтқандай дайын. Мінекей. Бәрекелді, жарайсыңдар. Сорпаны жақсылап қайнаттыңдар ма? Әрине, қайнаттық. Әрине, қайнаттық. Қайнамасы сорпа бола ма? Мен өз қолмен дайындадым. Тамаша. Өйткені мен адамның да, сорпаның да бабында болғанын ұнатамын. Оқтың ғой мені? Ал бастайық. Мен жемейм. Тоқпын. Тоқпын? Уғыр аспаздың мейрамханасынан бауыр жеп келдім. Дәмі деген керемет. Бақап, бізге 3 түрлі тамақ дайындаттың. Асықтырып дастархан жасаттың. Ал енді мынау не? Жемейм деймін, Париж сұлуы. Неге түсінбейсің? Жемейм. Неге сөз қайтарасың маған? Мен не жындымын ба? Соны меңзеп отырмысың? Жоқ, жаным. Бетілі олай деп қайтсын. Бұлай ғой, Вахап, біз мұнаның бәрін сен үшін дайындадық қой. Ал сен тіпті дәмінде татпадың. Ал сен тіпті дәмінде татпадың. Бетілжан соны көңіліне алып қалды. Ренжіп қалдың ба не, Париж сұлуға? Қатты ренжідім. Қиын болды ау. Ренжсең барас үйге. Тәтті дайында жейін. Жармадан халва дайында. Қане?
Жармадан халуа? Мен сендерді енді түсіндім. Екеуің дуэт екенсіңдер ғой. Жармадан халуа. Қане? Париж сұлуы дуэт аяқталды. Енді әнді жеке орындайсың. Ас үйге барып, маған жармадан халуа дайында. Ішіне жаңғақ дәнін қос. Түсіндің бе мені? Мен жармадан халуа дайындай алмайым, Вахабжан. Өмірімде жасап көрмедім. Әрі мен дайындаған халуаны адам жей алмайды. Мейлі. Яғни, бәрін үйреніп көру керек, Мысалы, мен қаншама адамды өлтірдім. Алғаш өлтірерде мен де істей алмаймын дейтінмін. Бұрын адам өлтірмедім. Алайда бір сәт келеді. Істеуге мәжбүрсің. Тарс, өлтіресің. Сосын қалғаны үйреншікті тірлік болып кетеді. Бетілжан, жүр қызым, тұр, халуа дайындайық. Сен отыр, Шермин, сорпаңды іш. Бетіл халуамызды дайындасын. Қане? Көзім жұмылып барады. Бір халуаны екен. Бір халуаны, бір сорпаны қайыршылар. Ой. Енді ойыншық туралы айтыңыздар. О, Мехмет деген мен ба? Кеттік ал. Аднан, жүк көлігің әдемі екен, Ішіне құм толтырамыз ба? Иә. Үлкен ханым, аға жен әкелемін. Сорпа дайын. Әкел. Ойнап отырсыңдар ма? Жоқ, мұрын шығып отырмыз. Саған не жоқ? Деп ұрсытса. Кеттік ал. Үйленіп алғаннан кейін мінезін көрсетіп Иә. екен. Ойнап отырсыңдар ма? Иә, күнің қалай өтті? Несін сұрайсың? Жылаппен әуре болдым. Тыныштық па? Тыныштық па? Қарамағында істейтін әйелдерге ер адам жоқ му? Қарамағында істейтін әйелдерге ер адамдардың жалақысының жартысын беретін көрінеді. Тіпті жартысына да жетпейді. 2 лира. Әйелдердің жұмысқа ынталар жоқ. Бәрін жинап әкелдім, тамақтандық, жалақыларын бердім. Сосын Фикрет екеуміз көмекке ақша берейік деп шештік. Бұған сенің ойың қандай? Құптаймын. Мен сені әрдайым қолдаймын. Не істесең де сені мақтан ететінімді білесің ғой. Әлгі ертеңгі жиналыстың құжаттары бар, соларды бір шолып шықшы. Жарай ма? Бір қарап шық. Жарайды, сосын тамақ ішейік. Әй, пашам. Сіз осында ма едіңіз, пашам? Қашан келдіңіз? Жаңа келдім. Қане, жайғасыңдар. Мен де отырамын. Келіңіздер, отырайық. Бізбен бірге. Отырайық. Бізбен бірге тамақтанасыз ба? Тамаша. Қане, отырыңдар. Кел, құлыным. Аднан, мен қазір келем. Қане. Бол. Жарайды. Кіріп атырып даусы. Жүре қой. Бара ғой. Бар жібек мойын орамалымды әкел. Паша мені мынадай түрімді көрді. Ят болды-ау. Сәнденіп дайындалайын. Жарайды ағашы, қазір әкелем. Кел, әже, кел. Фади қазір әкеледі. Кел, біз отырайық. Жеке жайдың жан-жағын күзетесіңдер. Түнімен кіріп ілмеңдер. Үлкен ханымдарыңа ештеңе білдірмеңдер. Балалар қорқып қалмасын. Жарай ма? Қоп болады, айтсаңыз болды. Базарда арабша сөйлескен адам көрсеңдер, маған міндетті түрде хабар беріңдер. Қоп болады, түсіндік.
Жігіттер екі-үшеуің ана жаққа барыңдар. Қуыс-қуысты жан-жақты түгел күзетіңдер. Сақ болыңдар. Қане, қалғандарын ана жаққа барыңдар. Жарайды, мырзам. Жарайды, қане. Страшно күзетеміз ғой біздер. Ой Алла. Аман болыңдар. Шаршап отырмын.